Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін өкіметтің отырысында осы бүгінгі ахуалға қатысты әлеуметтік салада әзірленген ұсыныстардың бірқатары шешімін тапты. Ол біріншіден біздің атаулы әлеуметтік көмек алып жүрген азаматтардың 3-ші тоқсанға тағайындауын проактивтік түрде, яғни өтінішін өткізбей тағайындау туралы шешім, және де бұл жерде халықтың көп сұрап жатқаны 2-ші кварталда 42.500 алған азаматтар бұны табыс ретінде есептелмейді, және ЕСП төлегендерді табыс ретінде есептелмейтін болады. Бүгін таңға 128 мың жанұя бізде осы атаулы әлеуметтік көмекті алып жатыр. Екіншісі, біздің мүгедек жандарымызға қатысты. Олардың мүгедектік мерзімі осы күндерге келген жағдайда, олардың мүгедектік мерзімін автоматты түрде 3 айға созып тұрамыз, және де оның тиісті мемлекеттік жәрдемақысы төленетін болады. Осы айда 29 мың мүгедек жанға ол қатысты болады. Үшіншісі, төтенше жағдай кезінде біз біраз әлжуаз топтағы, санаттағы азаматтарға, атап айтқанда атаулы әлеуметтік көмек алушы семьялардағы балаларға, барлық мүгедек жандарға, мүгедек балаға күтім жасап отқан ата-анаға және ресми жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтарға кішкене бір ақшалай азық-түлікке көмек төлеген болатынбыз. 2 ай бойы соны осы шілде айында да төлейтін боламыз. Ол 1.050.000 адамға қатысты болады. Және төртіншісі, мына карантинға қатысты шектеулер салдарынан табыссыз, жалақсыз қалған жұмыс істеп жүрген азаматтардың осы шілде айында төменгі жалақы көлемінде, яғни 42.500 теңге бір мезгілдік көмек көрсету жөнінде шешім қабылданды. Кеше ел президенттің тапсырмасын өздеріңіз білесіздер. Әрине енді көпшілікті сол осы соңғы мәселе қызықтырады. Сондықтан кешеден бері халықтың тарапынан түсіп жатқан сұрақтарға мен қысқаша жауап беріп өтейін. Біріншіден, бұл төлем бұл жолы кімге төленеді? Мұқтаж адамдар кім деген сұрақтар көп қойылды. Бұл жолы 42.500 төлем өткенде төтенше жағдайдағыдай сол қағидаттармен төленеді. Яғни жұмыс істеп жүріп, өзінің табысынан, алып жүрген жалақысынан айырылған азаматтарға. Ол жалдамалы қызметкерлер, жеке кәсіпкерлер және өз бетінше өзін жұмыспен қамтып жүрген азаматтарға тарайтын болады. Бұл жолы бұл 1 айға қарастырылып отыр. Екінші сұрақ, қашан төленеді? Бұл жерде, бұл жолы да осы төлемнің оператор ретінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры белгіленді. Өткенде біз осы қордың қаржылық жағдайы туралы айтқамыз, қазір шектеулі, қиын деп. Дегенмен де бүгін шешім қабылданды. Сондықтан үкімет ұлттық банкпен бірлесіп, осы 1 аптаның ішінде сол әлеуметтік қордың қаржылай мәселесін шешілуі тиіс. Оға дейін, алдағы 1-2 күнде біз ережені пысықтап бітіріп, мемлекеттік органдармен келісіп, Әділет министрлігінен өтіп, тіркеуіміз қажет. Және де осы уақытта біз өзіміздің ақпараттық жүйелерімізді, яғни порталдарымызды сол ережеге сәйкестендіріп тестілеуден өткіземіз. Сөйтіп, қашан деген сұраққа біз осы күндері аянбай жұмыс істейміз. Біздің жоспарымыз мүмкін болса, сол жұма күні бүкіл порталдар өтініш беруге ашық болады. Жұма күні. Ал дүйсенбі күннен бастап, яғни 20 шілдеден төлемдерді тағайындауға кірістік пе дейміз. Сондықтан осы жұмаға дейін ЕГОВқа басқа жерге өтініштерді беріп әуре болмаңыздар. Жұма күні осы порталдарды ашамыз. Ал енді мынау ереже қандай болады, өзгере ме, өтініш қалай беріледі деген негізгі сұрақтар қазір. Біріншіден, ереженің тетіктерін біз осы 2 күнде пысықтап аяқтаймыз. Бейсенбі күні мүмкін болса өшерге алдарыңызға тағы да келіп, сол пысықталған тетіктер туралы толық ақпарат бергім келеді. Ал енді бүгін негізгі тетіктерін, негізгі ұстанымдар туралы сіздерге жеткізсем қандай өзгерістер болуы мүмкін деген. Біріншіден, жалдамалы жұмысшыларға қатысты, жалдамалы қызметкерлерге қатысты. Біз келесі бүгінгі жағдайларды ескеруге мәжбүрміз. Біріншіден, төтенше жағдайға қарағанда бүгінгі шектеулер бойынша біраз мекемелер жұмысын жасап жатыр. Құрылыс, өндіріс саласы, тіпті қызмет көрсету, сауда саласында да кейбір бір шектеулермен бірақ жұмыс жасалып жатыр. Екіншіден, әр өңірде сол өңірдің бас санитарлық дәрігерлері әртүрлі сол
облысқа ғана қатысты ерекше шектеулер орнатып жатыр. Үшіншіден, 1 сәуірден бастап біраз мекемелерге, біраз салада мынау міндетті жұмысшылар үшін міндетті зейнетақы жарналарын, немесе жаңағы әлеуметтік жарналарын төлеуден босатылды. Сондықтан да бүгін біз сол жарналар арқылы бір қадағалау мүмкіндіктерімізде шектеліп отыр. Осыған байланысты жалдамалы жұмысшыларға қатысты өзгерісі. Біріншіден, біз жұмысшылар үшін осы жолы, жұмысшылар үшін зейнетақы жарнасы, әлеуметтік жарнасы, ГФС-қа төленгені туралы талап қоймаймыз. Өткен жолы білесіздер, кемінде 12 айда бір төлем болу керек деді, ондай талап қоймаймыз. Себебі оның да мағынасы жоқ, оның бәрін тексеріп, өткендегі төлемдерге бүгін жұмыс істеп жатқанын бәрі растай алмаймыз. Екіншісі, өткендегі 42.500 төлегеннің де тәжірибесін ескере, мынау жалдамалы жұмысшылар үшін бұл жолы өтінішті, тапсырысты тек оның жұмыс берушісі беретін болады. Ол ақысыз демалысқа жіберген туралы растап, өзінің жұмысшыларының атынан осындай тапсырыс беретін болады. Ол үшін осы күндері, 1-2 күнде біз жұмыс берушілерге өте ыңғайлы біздің порталда сервис жасаймыз, қызметкерлердің тізімін енгізу, оған тиісті мәліметтерін енгізу үшін. Өз кезегінде жұмысшылар, қызметкерлер ол кісіге жұмыс берушісі өтініш берді ме, өтініші қанағаттандырылды ма, ол туралы сервис болады. Өткендегідей сөйтіп, статустарыңызды кіріп, өздеріңізді иіндермен қарап отыруға болатын сервис жасаймыз. Жұмыс берушінің тапсырысы, өтініші бізге порталға бергенді, мынау карантин кезінде ол тоқтады ма, жұмысы тоқтамады ма, оны біздің жүйеге кіріп, әр аудандағы біздің жұмыс істеп отырған штабтар, аудан қаладағы штабтар, оның ішінде мемлекеттік қызметтермен қоса Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері бар. Олар әр мекеменің, әр кәсіпкердің бүгінгі жағдайын біледі. Сол кісілер бір ғана белгі қойып отырады. Иә, біздің ауданда карантиннің шектеулерімен, санитарлық врачтың шешіміменен бұл мекеме, бұл жеке кәсіпкердің қызметі тоқтаған деп растайды. Болды. Басқа талап әрине болмайды. Әрине иіннің дұрыстығын, адам кісі бар ма, көшіп кетті ме, оны біз тексеріп аламыз, бірақ басқа талап болмайды. Жұмыс беруші, жұмысшылар үшін жұмыс беруші береді, ешқандай жарналардан бар жоғын біз талап етпейміз. Сөйтіп өткендегі біраз мәселелерде шешіледі. Өздеріңіз білесіздер, жалдамалы жұмыс істеп жүрген мысалы зейнеткерлер, жарналар төлемейді заң бойынша, олар қалып қалды. 2-3 жұмыста істеген азаматтарды да растай алмай қалдық. Сондықтан осындай мәселенің бәрі шешіледі деп ойлаймын. Сондықтан мына қазірден өтініш, нұсқау, жұмыс берушілер өздерінің қызметкерлеріне ақысыз демалысқа жіберген бүкіл мәліметтерін жинақтай берген дұрыс болады. Жұма күнге дейін дайындалып, әр азаматтың өзінің жұмысшыларының еңбекақы төлеусіз демалысқа кеткендердің аты жөнін, иінің, оның банктағы счетін қазірден бастап алып дайындай бергендеріңізді сұрайтын едік. Екіншісі, жеке кәсіпкерлер, ол кісілерде өткендегідей өтініштерін береді. Олардан да біз міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік жарналарын төленгенін талап етпейміз. Өткен жолғы төлегенде біз оны түсіндік. Көп кісілер, жеке кәсіпкерлер жылына бір төлейді. Біреулер тоқтап тұр, сондықтан ондай талаптар қоймаймыз. Бұл жерде бір ғана тексеріс болады. Аудан, қаладағы штабтар, Атамекен өкілдері бұл кәсіпкердің сол ауданда жұмысы тоқтады ма, мынау шектеулер қатысты тоқтамады ма, соны біздің жүйеге кіріп белгілеп береді. Оған қосымша салық комитеті мәліметтермен де олар растайды. Сол жеке кәсіпкердің қазір жұмысы жүріп жатыр ма, жоқ па. Өткенде біз 42.500 төлегенде өкінішке орай 40 мыңға жуық осындай жеке кәсіпкерлер 42.500 теңгені алып, бірақ мемлекеттік салық комитетінің мәліметтері бойынша жұмыстары жүріп жүргені анықталған. Сондықтан да екінші төлемдерінің тоқтаған, немесе біз бастатқанымызда себептердің бірі осы болған. Үшіншісі, өз бетінше жұмыспен қамтылып жүрген азаматтар. Өткен жолы 42.500 теңгені алу үшін барлығы бірыңғай жиынтық төлем төледі, ЕСП дейміз. Бұл жолы ондай ЕСП-ның төлеу қажеттілігі болмайды. Ондай талапты
қоймаймыз. Өткенде төледіңіздер, сол жеткілікті болады, ол мәліметтер бізде бар. Сондықтан бұл жерде өтініштеріңізді тастайсыздар. Кім ЕСП-ні ай сайын төлеп жүргендерде сұрақ жоқ. Енді сол төтенше жағдайда бір рет төлегендерді әрине біз өз тарапымыздан жүйелермен тексеріп аламыз. Мысалы, біздің жұмыспен қамту бағдарламаларына қатысып жұмыс істеп жүр ме екен, немесе зейнетақы жәрдемақы алып жүр ме, сондай тетіктерін біз әзірлеп, бір-екі күннен кейін тағы да толығымен сіздерге хабарлап түсіндіретін боламыз. Енді қандай порталдар жұмыс істейді деген сұрақтар бар. Сондықтан біз өткендегідей 42500 еңбек KZ порталы жұмыс істейді. ЕГОВ электрондық үкімет порталы жұмыс істейді. Өз бетінше жұмыспен қамтылған жеке тұлғалар үшін телеграм боттар өткендегідей жұмыс істейді. Бұның бәрі сол жұма күннен бастап жұмыс істейтін болады. Оған қосымша қазір Каспий банк пен Халық банкі ниет білдірді. Осы біздің порталдар құрып, халықтың өтініштерінде қабылдау жөнінде, сондықтан оны да іске асырсақ, осы бейсенбі күні сіздерге оны да жария етеміз. Соңғы сұрақ, көпшілік айтады, өткенде ақыры алдық, соны жаңадан өтініш алмай, төлей салуға болмай ма деп. Енді өтініш өткізбеуге болмайды деп шештік, себебі біріншіден айттық, әр өңірде әртүрлі, кейбір мекемелер жұмыс істеп жатыр, бұрын тоқтап тұрғандар қайтып жұмыс істеді. Оның үстіне, мысалы, кейбір азаматтар болуы мүмкін, өткен төтенше жағдай кезінде жұмыс істеп, қазір жұмыссыз қалып қалса, олар әрине өтініш беріп, оны төлемді алуы тиіс. Сондықтан біз барлығын емес, бірақ бір белгілі категорияны оны осы 1-2 күнде белгілейміз. Ешқандай сұрақ жоқ, қосымша талабы жоқ. Сондай азаматтарды біз цифрлық министрлікпен бірге қосылып, оларға проактивтік түрде өтініш берусіз тағайындап төлеу әрекетін жасап көреміз. Бұл жерде сол жұмаға дейін соны жасақтап, сіздердің сол белгіленген азаматтардың атына SMS жібереміз. Осындай өткенде мағынасы, өткенде сіздер осылай алғансыздар, сол жағдайыңыз сол қалпында қалды ма, растайсыз ба деп, және де сізге проактивтік түрде өтінішсіз тағайындасақ қарсы емессіз ба деп. Соңында қарсы емеспіз десеңіздер, сіздерге біз соны жұма күннен бастап өтініш ретінде қабылдап тағайындауға дайын боламыз. Мынау 42500 теңгеге қатысты студенттер деген бөлек санат жоқ. Мысалы, студент болғаны үшін 42500 теңге өткенде де төленген жоқ, бұл жолы да төленбейді. Бұл жерде жалдамалы қызметкер болса, жеке кәсіпкер болса, немесе өз бетінше жұмыспен қамтылған болып, яғни мынау шектеудің салдарынан табысынан айырылса ғана төленеді. Ал енді ол санатқа студентте жатуы мүмкін, ресми жұмыс істеп жатса. Бұл жерде енді ашығымен айту керек. Мен басында айттым, 1-2 күнде біз ережені пысықтап бітіреміз. Бірақ дәл өткендегі төлемнің тәжірибесінде осы студенттерге қатысты сұрақтар бізге болды. Студентке емес, бізге тиісті органдардың тарапынан студенттерге төлемдер заңсыз деген мәселе айтылды. Оған біз әлі пысықтаймыз, консультация жүргіземіз осы 2 күнде. Бірақ оның негіздемелері. Біріншіден, егерде біз ресми еңбек нарығына қатысты заңнаманы көтерсеңіз, сөйтіп еңбек нарығында көрсеткіш адамдардың мәртебесін көрсеңіздер, бізде экономикалық белсенді халық деген бар. Жұмыс істейтіндер, жұмыссыздар, өз бетінше. Студенттер сол заңнама бойынша экономикалық белсенді халыққа жатпайды. Олар олаған кірмейді. Олар қарттармен, балалармен, мүгедек жандармен қосылып, студенттер неактивное население дейді. Экономикалық белсенді емес халықтың саны жатады. Бірінші. Екіншісі, жұмыспен қамту заңнама бойынша студенттерді жұмыссыз ретінде тіркеуге болмайды. Үшіншісі, медициналық сақтандыру заңы бойынша студенттерге медициналық сақтандыру жарналарын мемлекет төлейді. Себебі олар жұмыс істемейтін азаматтар болып саналады. Экономикалық белсенді халыққа кірмейтіндей. Осыларды негіздеме алып, өткен жолда студенттерге төлемдер дұрыс болмады деген пікірлер юристердің бар, сондықтан біз оны пысықтап жатырмыз. Осы 2 күнде біз сондай шешімге келетін шығармыз. Егер де студент азаматтарымыз, жастар ресми жалдамалы қызметкер болса, жұмыс беруші ол үшін берсін, проблема болмайды.
Егер жеке кәсіпкер болса, жеке кәсіпкер ретінде болады. Ал енді өз бетінше жұмыспен қамтылған және ай сайын тұрақты түрде бірыңғай жиынтықты төлеп жүрсе, ол кісілерге әрине 42.500 теңгені алатын болады. Жауабыңызға рахмет. Асылбек, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Асылбектен сұрақ болмаса, келесі сұрақ Дана Русланқызы, Стан KZ. Қазір әлеуметтік желілерде көмектесіңіздер, балаларымды тамақтандыра алмай отырмын деген хабарламалар таралуда. Қайта карантин шараларын енгізуге байланысты азық-түлікке қаражат таппаған халық кімге жүгіне алады? Жалпы елімізде осы мәселеге қатысты қандай шаралар қабылданып жатыр? Құрметті Дана, бұл жалпы халықтың табысы мұқтаж жөнінде біз шырылдап жүрген адамдардың бірімін. Біздің елімізде халықтың табысы жалпы төмен. Жаңа жалақы туралы бір жауапты айттым. Бізде енді ылғида айтам, 3,5 триллион теңге жылына 4 миллион адамға зейнетақы жәрдемақылар төленеді. Бірақ оның да мөлшері көп емес. Сондықтан мынау бүгінге күнкөріс мәселесін көтеріп жүрген азаматтарымыз ол төтенше жағдайдан тыс уақытта да болған. Одан бұл жерде қандай көмек? Біріншіден, мынау табысы аз азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек деген бар. Атаулы әлеуметтік көмек ол жан басына шаққан табысы егерде күнкөріс деңгейінің 70%-нен төмен болса, әр азаматқа өзінің белгілі мөлшері шығады. Бүгінгі таңға атаулы әлеуметтік көмекті 128 мың жанұя алып жатыр, 660 мың адам. Орта есеппен әр адамға сол жанұяда 11 мыңнан теңгеден шығып отыр ай сайын. Егерде мүлдем табысы жоқ болса, өңірге қарай 19 мыңнан 24 мыңға дейін әр адамға сол жанұядағы атаулы әлеуметтік көмек шығуы мүмкін. Оған қосымша осы аз қамтылған жанұялардың балаларына, мектеп жасына дейін балаларға кепілдірілген әлеуметтік төлем, топтама, азық-түлік топтамасы ретінде, ал мектеп жасында балаларға ыстық тегін тамақ, мектеп құралдары мен киімі, қоғамдық көлікте тегін жеңілдікпен жүру көмектері көрсетіледі. Ал енді айтып кеттім, осы жағдайда тағы қосымша ретінде біз төтенше жағдайда 2 ай бойы алжуаз топтарға төлегенбіз, оның ішінде аз қамтылған жанұяның балаларына. Бұл жолда осы айда біз сол кішкентай қаржылай көмек азық-түлікке 1 миллион 50 мың адамға тағы да беретін боламыз. Жауабыңызға рахмет. Біржан Бидайбекұлы, келесі сұрақты Азаттық радиосы Нұргүл Тапаева қояды. Нұргүл ханым, біз сізді тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Министр мырза, Азаттық радиосының Нұргүл Тапаева. Мен сұрағым мынандай, осыған дейін вице-премьер Ералы Тоғжанов осы 42.500 теңге тек қана төтенше жағдай кезінде ғана тағайындалады деген еді. Қазір төтенше жағдай емес, елде карантин болғанмен 42.500-дің қазір тағайындалуын қалай түсіндірер едіңіз? Менде осы бір сұрақ. Рахмет. Кешіріңіз. Құрметті Нұргүл, сұрағыңызға рахмет. Енді расында да оны тек қана премьер-министрдің орынбасары емес, мен де алдарыңызға шыққан кезде айтқан болатынбыз. Түсіндірме берген кезде өткен жолғы төлегенде 42.500 теңгені төлеуге құқықтық негіз болып еді. Ол кезде төтенше жағдай жариялап, төтенше жағдайдың аясында осындай заңнамада қарастырылмаған төлемдерді енгізуге болады. Енді одан кейін әрине құқықтық негіздемелер жеткіліксіз болды, бірақ өздеріңіз білесіздер, мынау шектеулердің бәріне халық қиналды, халықтың сұрауы жанайқайы десек те болады. Сондықтан осындай саяси шешімге келді ел президенті. Оған заңгерлеріміз тетігінде мүмкін тетіктерін қарастырды. Егер ресми айтатын болсақ, осы төтенше жағдайға қатысты мына біздің әлеуметтік экономикалық ахуалдарды шешу жөнінде ел президентінің жарлығы болған етін. Сол жарлық бойынша осындай заңнамалық актілерді өз құзырында бар болса мемлекеттік органдар, не болмаса президенттің тапсырмасымен іске асыруға болады деген норма бар. Сол норманы біз мүмкіндігінше бұл жолы негізге алып, осы 42.500 төлемін бір айлық іске асырмақшымыз. Құрметті көрермен, осымен орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді аяқтаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.